Баршаға сәлем, бұл Miratrix. Мұнда біз кино шоламыз. Көріспегелі біраз болды, шыны керек. Кішкене шаршағаным бар еді, алайда Супермен фильмі желаниемді жаңғыртқаны бар. Ендеше сон шолып көрейік. Бірден айтуға болатын жайт, егер сізге Джеймс Ганның өнері ұнаса, Супермен сізге қатты ұнайды. Бұл режиссердің қайталанбас ерекше стилі бар, және Супермен сол ерекше стильде жасалған дүние. Трейлерде дөрекі көрінген костюмдер мен шаш үлгілері киноның басынан ақ жаңадан құрылған киноғаламға батуға көмектеседі. Негізі, о бастан Супермен туралы кино қызықсыз көрінетін. Өйткені онда мінсіз адам өзінен әлдеқайда әлсіз қарсыластармен соғысатын. Джеймс Ганн бұл мәселені керемет шешті. Жаңа Супермен тарихтағы ең әлсіз Супермен десем қателеспеймін. Ал оған қарсы шыққандар тым мықты қарсыластар. Бұл жайтты ерекше атаған жөн. Сонымен қатар қатты ұнаған жайт Суперменнің тәрбиесі. Оған қарсы тұрған адамдар нағыз қасқырлар. Ал Кларк Кент тым жақсы, сыпайы және қарапайым адам. Бұл жайтта оның әлсіздігінің бір белгісі, есесіне оған жаның ашиды. Суперменнің шығу тарихын осыдан бұрын 5 рет көрдік, сондықтан болар Джеймс Ганн жаңадан қосылып жатқан көрерменге еш нәрсе түсіндірмей, бірден бізді киноғаламның ортасына қоя салды. Фильмде басты кейіпкердің экспозициясы классикалық драматургиядағыдай фильмнің басында берілмейді, бірте-бірте фильмнің соңына қарай ашыла бастайды. Кезінде Зак Снайдерді осындай сценарий үшін ұрсып жатқандар аз емес еді, бірақ Ганнды мақтағың келеді. 1000 рет көрген тарихты ол сырт тастап, кішкене өзгертіп керемет фильміне қоса білді. Фильмнің минустары да жоқ емес, мәселен фильмнің сюжеттік линиялары тым көп, олардан миың ашып кетуі мүмкін. Поп-музыка әуеніне құрылған айлакер экшн көріністер бұрынғыдай көп болмаса да әлі де бар. Джон Уильямстың тақырыбы да әрдайым орынды. Ганн эпизодтармен ойлайды. Ал құрылым жағынан фильмі тағы да әдеттегідей бытыраңқы болып көрінеді, бірақ бұл маңызды емес. Біз мінсіз құрылған супер қаһарман драмаларынан талай рет жалығып, дәл осындай қисық-қисық болса да көңілді оқиғаға лайық болып қалғанбыз. Айта кетерлігі, жаңа әрі қызықты кейіпкерлер өте көп. Мысалы, Лютердің ең әсерлі көмекшісінің рөлін венесуэлалық телехикая актрисасы Мария Габриэла де Фария сомдайды. Скайлер Гизонды Лоис пен Кларктың әріптесінің рөлін күлкілі етіп ойнайды, сол екеуін атаған дұрыс деп ойлаймын. Ал енді фильмнің сюжетіне тоқтайық. Бізде кішкене драматургиядан алшақтап, роликтің ортасында сюжет туралы айта бастадық. Сюжет. Боравия елінің авторитарлы режимі кішкентай көршісі Джарампурға басып кіруді жоспарлап отыр. Сылтауы сол, оны тирандықтан азат ету. Саясаттағы ұқсас бір мәселе, қарап тұрсаңыздар. Алғашқы шабуылды алыстағы метрополистен арнайы ұшып келген Супермен тоқтатады. Бірақ бұл жағдай ақш басшылығын алаңдатады. Ал жағдайды одан әрі ұшықтыра түсетін кәсіпкер әрі жаңашыл Лекс Лютер. Оны Николас Холт сомдайды. Ол аса қуатты бөгде ғаламдықты жауапкершілікке тартуды талап етеді. Қысқаша айтқанда осындай сюжет. Қазіргі заманда көрші елде болып жатқан жайттарға сілтемені сездіңіздер ме? Бұл жерде мысалы Палестина мен Израильдің де текетіресі бар. Жалпы фильмде Ганның Трамп саясатын ұнатпайтыны көрінеді. Бұл фильмнен Ганн Америка құрама штаттарына эмигранттар қаншалықты керек екенін көрсетпек. Өйткені Супермен басқа планетадан көшіп келген эмигрант, былай қарап тұрсың. Оны елде ұнатпай, қорқатындар да бар, алайда оның пайдалы екенін көрсетеді режиссер. Фильмнің оқиғасы жалпы алғанда қарапайым, бірақ оны күрделендіріп, тереңдетуге тиіс нюанстар мен кейіпкерлер аз емес. Алайда бір үлкен мәселе бар, көрерменде контекст жоқ. Мысалы, инженер есімді кейіпкер, ана де Фария сомдайтын. Оның өткен өмірі жайлы фильмде бірақ сөйлем айтылады, дегенмен ол экранда жиі көрінеді, әсіресе экшн көріністерде, экшн сахналарында. Фильмді көріп отырып, оның мотивациясы күрделірек болуы мүмкін деп ойлайсың. Тіпті бастапқы ұстанымына да қарсы әрекет жасайтындай көрінеді. Бірақ олай болмайды. Жекеленген кадрлар, кейбір репликалар мен актрисаның ойыны бұл кейіпкердің әлдеқайда терең екенін аңғартады, бірақ бұл ешқайда апармайды. Бұл жағдайды басқа кейіпкерлерге де қатысты айтуға болады. Олар қызықты, есте қаларлықтай және осындай жанрдағы фильм үшін өте жақсы ойнаған. Әрқайсының артында бір оқиға бар екені анық, бірақ ол әзірге тек режиссердің басында ғана. Біз ойластыра аламыз, бірақ жалпы қандай оқиғадан бұл фильмге кейіпкерлердің келгенін білмейміз. Джеймс Ганның актер таңдаудағы шеберлігін көрерменге бұрын беймәлім кейіпкерлерді таныстыру қабілетін жақсы білеміз.
Бірақ бұл жолы мәселе сол күйінде қалып отыр. Біз олардың хикаясын басынан емес, ортасынан бастап көріп отырмыз. Елестетіп көріңізші, мысалы ретінде. Галактика сақшыларымен, мысалы, сіз бірінші фильмде емес, бірден екінші фильмде таныссаңыздар, мысалы. Ол шынайы алғашқы фильмдегідей табысқа жетер ме еді? Сондай сұрақты. Сонымен қатар фильмде камеолар көп. Джеймс Ганнның інісі Шоннан бастап, Суперменнің әкесін сомдайтын Брэдли Куперге дейін. Айтпақшы, Суперменнің ата-анасына қатысты сюжеттік бұрылыс шынымен де күтпеген жайт. Кейбір фанаттарға бұл бұрылыс ұнамауы мүмкін. Мен қатты таңғалдым, маған қатты ұнады. Фильмді көріп келіңдер, сонда түсінесіңдер не туралы айтып жатқанымды. Мұнда спойлерсыз әңгіме құрайық. Фильмнің соңында 2 титрдан кейінгі сахна бар, ерте кетіп қалмаңыздар. Фильм жаңа киноғаламның бастамасы болғанымен, Ганн өзіне сенетін көрінеді. Болашақ жобаларға намек тастап кеткені бар. Ұмытып кете жаздадым, Лоис Лейннің сюжеттік аркасы ұнады. Әншейінде бұл кісі Суперменнің сүйіктісі, одан асатын сюжеттік аркасы жоқ еді. Мұнда Лоис кәсіби журналист және сюжетке тигізетін әсері бар. Ол болмағанда Суперменнің жағдайы одан бетер нашарлайтын еді. Дегенмен, екі жастың бірлескен сахналары тым аз көрінді, мен үшін мысалы. Фильмнің линиялары көп және махаббат линиясына аздау уақыт бөлінгендей көрінді. Суперменнің өзіне тоқталатын болсақ, фильм үшін 18 килограмм қосқан Корнсвет өз жұмысын жақсы орындады. Генри Кевиллге қатты ұқсағанымен мүлде басқа кейіпкерді ойнай білді. Жалпы қорытындылайтын болсақ, жаңа Супермен классикалық жазғы блокбастер. Ганн барлық адамдарға жаққысы келді. Комикс сүйер қауым нағыз комикс көріп қайтады, өйткені бұл фильм бұрынғы DC-дің реализмнен алшақтаған кәдімгі видеокомикс болып шықты. Ганнның юморын ұнататын адамдарға да фильм жағады. Сюрприз жақсы көретіндер өзіне керегін таба алады бұл фильмде. Трампты ұнатпайтын кісілер де фильмнен мәз болып шығады. Тіпті көрші елдің политикасын ұнатпайтындар да мәз болатыны сөзсіз. Феминистер де риза болатын шығар деген ойдамын. Әрине, фильмді ұнатпайтындар да табылады. Джеймс Ганн бүкіл достарын жинап, қайттан фильм түсірді деп шағымданатындар да табылатын шығар. Алайда мен режиссердің онысына үйреніп қалғам, тіпті онысын ұнатамын да, маған фильм ұнады. Орысша айтқанда, добрый фильм получился. Басқа менің айтарым жоқ. Келесі көріскенше жақсы кино көріңіздер.